Сәлем достар, ағылшын мектеп арнасына қош келдің. Бүгін Present Simple-ға қатысты барлық сұрақтарыңа жауап аласыңдар. Present Simple тақырыбы қызықты болса, видеоны соңына дейін қара. Алдымен арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөліс. Present Simple біздің тіліміздегі осы шақ. Present Simple жалпы түрде болып жүрген іс-әрекетті. Осы шақта мен, сен, біз, олар жасап жүрген іс-әрекетті айтамыз. Алдымен сендерге формасын көрсетейін. I, мен, you, сен, he, ол, she, ол, it, ол, we, біз, they, олар. Осыған етістікті жалғаймыз. I, you, we, they болған кезде тек етістіктің өзін жалғаймыз. He, she, it болған кезде етістікке s жалғаймыз. Түсіндік қой? Мысал келтіріп көрейік. I play football. Мен футбол ойнаймын. You play football. Сен футбол ойнайсың. He, she, it plays football. Ол футбол ойнайды. We play football. Біз футбол ойнаймыз. They play football. Олар футбол ойнайды. Басқа да мысалдар келтіріп көрейік. Мысалы, сен күнде не істейсің? Күн сайын қайталанып жүрген іс-әрекеттерді айтайық. Мысалы, I eat fruits. Мен жемістер жеймін. You go to school. Сен мектепке барасың. He-дің орнына бір ұл баланың есімін қойып көрейік. He-ді ұл балаларға қатысты айтқан кезде қолданамыз. Ал she деп қыз балаларға, әйел затына қатысты айтқан кезде қолданамыз. Мысал келтірейік. Айдос works on Monday. Айдос works жұмыс жасайды on Monday. Дүйсенбі күні. Айдос дүйсенбі күні жұмыс жасайды. Көріп тұрғандарындай етістікке s жалғауы жалғанады. Келесі she. Айгүл cleans your room. Айгүл cleans тазалайды your room бөлмесін. Айгүл бөлмесін тазалайды. It. Itті біз ауа райын айтқанда жалпы жан жоқ заттарға қатысты айтқан кезде қолданамыз. Бірақ жан-жануарларға қолдана береміз. Мысалы, It rains today. Бүгін жаңбыр жауды. It likes milk. Ол сүтті ұнатады. Енді бір жануарды алып көрейік. Cat plays. Мысық ойнайды. Dog runs. Ит жүгіреді. Bear sleeps. Аю ұйықтайды. We, біз. We live in Астана. Біз Астанада тұрамыз. We love sweets. Біз тәттілерді ұнатамыз. We work at school. Біз мектепте жұмыс істейміз. They, олар. They get up at 7. Олар 7-де тұрады. They learn English. Олар ағылшын үйренеді. Және де достар, біз present simple мен сөйлем құрағанда usually, always, often, sometimes, never, every day, once a month, daily, seldom деген сияқты сөздерді қосып айта аламыз. Мысал келтіріп көрейік. I always play football. Мен үнемі футбол ойнаймын. You often eat fruits. Сен жиі жемістерді жейсің. He-дің орнына бір ер кісіні айтып көрейік. My father never wears a tie. Менің әкем ешқашан галстук тақпайды. She-дің орнына да бір қызды айтып көрейік. Айгүл cleans your room every day. Айгүл бөлмесін күнде тазалайды. Cat usually likes milk. Мысық әдеттегідей сүт ұнатады. Sometimes we work at school. Кейде біз мектепте жұмыс жасаймыз.
They learn English once a month. Олар айына бір рет ағылшын үйренеді. Сонымен достар, present simple'дың болымды түріне барлық мысалдарды келтірдік. Енді болымсыз түріне сөйлем құрастырып көрейік. Мынау present simple'дың болымсыз түрінің формасы. I, you, we, they тұрған кезде do not'ты қоямыз. Ал he, she, it тұрған кезде does not'ты қоямыз. Және де doesn't қойған кезде етістікке s жалғамаймыз. Қазір мысалдар келтіріп көрейік, сонда жеңілірек болады. I do not play football. Do not'ты don't деп қысқартып айтамыз. I don't play football. Мен футбол ойнамаймын. You don't eat fruits. Сен жемістер жемейсің. We don't get up at 7. Біз 7-де тұрмаймыз. They don't work at school. Олар мектепте жұмыс жасамайды. He does not wear a tie. Ол галстук тақпайды. Does not'ты doesn't деп қысқартып аламыз. She doesn't clean your room. Ол бөлмесін тазаламайды. It doesn't like milk. Ол сүт ұнатпайды. Егер never қосып айтқыларың келсе, don't, doesn'тты қолданбайсыңдар. Never'дің өзі болымсыздықты білдіреді. Мысалы, I don't eat ice cream. Мен балмұздақ жемеймін. Never'мен айтатын болсақ, don'тың керек жоқ. Жай ғана I never eat ice cream болады. Мен ешқашан балмұздақ жемеймін. Ендігі келесі сұраулы түрінде сөйлем құрап көрейік. Сұраулы түрінде сөйлем құраған кезде do мен does әрдайым сөйлемнің басында тұрады. Яғни барлық сұраулы сөйлемдерімізді do немесе does деп бастаймыз. Қазір формасын көрсетемін. Міндетті түрде мен көрсеткен формаларды жазып есте сақтап алыңдар. Мен жаңа айтып өткенімдей I, you, we, they тұрғанда do, ал he, she, it тұрғанда does қолданамыз. Мысал келтірейік. Do you play football? Сен футбол ойнайсың ба? Do we work at school? Біз мектепте жұмыс жасаймыз ба? Do they get up at 7? Олар 7-де тұрады ма? Does he wear a tie? Ол галстук тағады ма? Does she clean your room? Ол бөлмесін тазалайды ма? Does it like milk? Ол сүт ұнатады ма? Осымен достар, present simple'дың сұраулы түрінде аяқтадық. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген жерлерің болса, сабақта тағы қайта көріңдер. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа.